Баршаңызға сәлем, менің атым Аягүл. Бүгін мен анамды асханасында кекс пісірдім. Менімен бірге асақ болыңыз. Алдымен шекерді, одан кейін сүтті. Сосын жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Мен ол кексті бірінші рет жасап тұрмын. Оп-оңай жасалады екен. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Кішкене ванилин қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнды, какаоны, қопсытқышты салып араластырамыз. Осы жерде араластырылатқанда ауырлау болды. Одан кейін ыстық суды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршіктер болмау керек. Осындай масса болу керек. Пешіңізді қыздырып қоя беріңіз. Кекістің формулаға саламыз. Асықпай 1 сағат салдым ғой мен. Үстіне біресе қосуға болады. Немесе қоспай қойыңыз. Енді 180 градуста 30 минут пісіреміз. Менің рецептім ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз.